Саламатсыздарбы әріптестер, мен орынбасар Жалғасбай Түгелбайұлы. Жаңаөзен қаласындағы Абай Құнанбаев атындағы нөмір 19 мектептің математика пәнінің мұғалімі, педагог зерттеуші. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қоспалар. УБТ есептерінде оқушылардың тесттерінде келетін есептер. Соған бір-екі есеп қарап талдап көрсетейік. Қоспалар тақырыбында бірінші ерітінді беріледі, екінші ерітінді беріледі. Осы екі ерітіндіні қосу арқылы үшінші ерітіндінің проценттік шамасын және немесе оның массасын табу қажет болады. Әлде болмаса бірінші ерітінді береді, процент беріледі, үшінші ерітіндіні қанша қосу керек деген сұрақтар болуы мүмкін. Жалпы осындай берілген N, С, К, Б, А деген шамалардың кез келгеніне сұрақ қойылуы мүмкін. УБТ есептерінде кездесетін мына есепті қарайық. 50% қышқыл ерітіндісін алу үшін 30 грамм 15% қышқыл ерітіндісіне 75% сол қышқыл ерітіндісін қосу керек. Қосылған қышқыл ерітіндісінің массасын табу керек. Он 15% қышқыл ерітіндісі 30 грамм берілген, 75% қышқыл ерітіндісі соның массасын табу керек. Және алынатын қышқыл ерітіндісінің пайыздық үлесі 50% болу керек. Осы жерде басты назар аударатын нәрсеміз 50% бен 15%-ның арасын 7 бөлікке бөлдім. 50% бен 75%-ның арасын 5 бөлікке бөлдім. Әр бөліктің проценттік үлесі 5%-дан болып саналады. Демек, әр бөлік 5%-дан. Міне 5% болатын болса, мына жерде уже 50% болады. Әрі қарай, енді 50% 75%-ық үлеске жақын. Демек, 75%-ық үлестен көптеу қосуымыз керек. Көбі осы 75%-ық болу керек. Олай болатын болса, аз бөлігі 5 бөлік, ол 30 грамм, көп бөлігі 7 бөлік. Оның неше грамм болатын табуымыз керек. 5 бөлікте 30 граммды 5 бөлікке бөлсек, онда 1 бөлік 6 граммнан болып саналады. Онда 7 бөлікті 6-ға көбейтсек, 42 грамм. Демек, іздегенде пайыз x тең 42 грамм. Олай болатын болса, біз 75%-тан 42 грамм, 15%-тан 30 граммды бір-біріне араластыратын болсақ, онда бізге нақты 50%-ық үлес алынады. Екінші есепте 50 граммдық 15%-ық ерітінді берілген, 75%-ық 100 граммдық ерітінді берілген. Екеуін қосқанда неше пайыздық ерітінді алынады деген сұрақ қойып тұр. Бұл жерде есеп шығару үшін массаларды қосып алайық. 100 грамм, жалпы массасы 150 грамм болады екен қоспаның. 75%-дан 15%-ды азайтсақ 60% болады екен. Демек, осы екеуінің де 3-ке бөлінетінін байқауға болады. Демек, 60%-ды 3-ке бөлсек 20% болады. Демек, мұна нешін 3-ке бөлдік? Сол аралықтардың неше бөлікке бөлінетінін көрсетіп тұр алу үшін. Әр бөлік 20%-дан болады. 20%, 20%, 20%. Демек, 20%-дан болса, 15%-ға 40%-ды қоссақ, 55% болады екен. Олай болатын болса, жаңадан алынған қоспаның пайыздық үлесі 55% болады. Мына жерде тағы да, міне, 2 бөлік 100 граммға кетеді. 2 бөлік 100 граммға. 1 бөлік 50 граммға. Демек, 1 бөлік 50 грамм болатын болса, 2 бөлікте 100 грамм болатын болса, міне, массалардың пропорционалдық үлесіне сәйкес келеді. Демек,
Cevap bizde 23%'lık ülüsün bir almadı ekan.